Сәлем достар, бүгін біз сіздермен мәтін оқимыз және аударамыз. Мәтінмен жұмыс істеу өте пайдалы. Себебі мәтін оқу барысында сөздерді аудару арқылы және еске сақтау арқылы ағылшын тілі сөздік қорымызды көбейтеміз. Және кейбір сөздердің грамматикалық конструкцияларына тоқталамыз, ережелерді талдайтын боламыз. Сонымен қатар кейбір сөздердің айтылуын және дыбысталуын да қарастырамыз. Бүгінгі мәтін азаттық мүсіні туралы, яғни статуя свободы туралы өте қызық мәтін. Қазір видео көру барысында ережелерге мән беріп, жаңа сөздерді еске сақтап алуға тырысыңыздар. Сонымен егер дайын болсаңыздар, бастаймыз. The Statue of Liberty. Азаттық мүсіні. Statue сөзінің дыбысталуына тоқталайық. Бұл сөздегі T және U әріптері Ч дыбысын береді. Statue. Дәл осындай комбинация picture, nature, lecture, future, culture сөздерінде кездеседі. Liberty сөзінің аудармасы бостандық, азаттық. One of the most famous statues in the world stands on an island in New York Harbor. Famous – танымал. The most famous. The most ол күшейтпелі шырай құрастыратын сөздер. Ең танымал мүсіндер. In the world – әлемдегі, яғни әлемдегі ең танымал мүсіндердің бірі stands on an island in New York Harbor. Stands ол тұр, on an island, island арал. Мұнда S әрпі оқылмайды. Ол үнсіз дыбыстарға жатады. Ағылшын тілінде S әрпі оқылмайтын сөздер санаулы ғана. Оларға жатады aisle сөзі. Aisle. Aisle. Aisle дегеніміз транспорттағы, ұшақтағы, немесе залдардағы, кинотеатрдағы, немесе супермаркеттегі ұзын жіңішке қатарлар. Және debris сөзі. Debris. Debris. Ол сынған қалдықтар, белгілі бір құрылыстың сынған бөліктері. Harbor сөзі айлақ, яғни кеме тоқтайтын жер. Міне осындай жерлер. Сонда сөйлемді толығымен аударатын болсақ, әлемдегі ең танымал мүсіндердің бірі Нью-Йорк айлағында тұр. This statue is, of course, the Statue of Liberty. Бұл мүсін, әрине, азаттық мүсіні. Of course, әрине. The Statue of Liberty is a woman who holds a torch up high. Hold – ұстау. Torch – алау немесе шырақ. Екінші бір аудармасы ол фонарик. Up high, яғни жоғары ұстап тұрған. Сонда, азаттық мүсіні алауды жоғары ұстап тұрған әйел адам. Visitors can go inside the statue. Visitors – келушілер. Can go inside the statue. Мүсіннің ішіне кіре алады. Inside – ішкі жағы, outside сырты. The statue is so large that as many as 12 people can stand inside the torch. Large сөзі big сөзіне синонимдес, яғни үлкен. Ал so сөзі ол күшейтпелі мағына береді, яғни өте үлкен. As many as 12 people can stand, 12 адам inside the torch. Алаудың ішінде тұра алады. Сонда, мүсіннің үлкен болғандығы соншалық, алаудың ішіне 12 адам сыя алады. Бірақ өкінішке орай, қазіргі таңда факелдің ішіне, шырақтың ішіндегі смотровая площадкаға, шолу алаңшасына кіруге рұқсат етілмейді. Себебі 1906 жылы қауіпсіздік шараларына байланысты ол жаққа рұқсат бермейді. Ары қарай оқайық. Many more people can stand in other parts of the statue. Many more people, бірнеше адам, can stand in other parts of the statue. Other parts, басқа бөліктерінде мүсіннің тұра алады. Яғни, бірнеше адам мүсіннің басқа бөліктерінде де жүре алады. The statue weighs 225 tons and 301 feet tall. Мүсіннің салмағы 225 тонна, ал ұзындығы 301 фут. Футты метрге айналдыратын болсақ, 91,7 метр.
1 футта 30,48 сантиметр бар екен. Енді мүсіннің тарихын оқиық. The Statue of Liberty was put up in 1886. Азаттық мүсіні put up. Бұл фразалық етістік. Фразалық етістік дегеніміз етістіктен және шылаудан тұратын сөз тіркесі. Ондағы бірінші тұрған етістік алғашқы мағынасын жоғалтып алады. Яғни put деген қою деген мағынаны берсе, put up мұнда тұрғызу, салу, орнату деген мағынаны береді. Яғни азаттық мүсіні 1886 жылы орнатылған. It was a gift to the United States from the people of France. Ол ақшқа Франция адамдарының, яғни француздардың сыйлығы болған. Gift сыйлық. Over the years, жылдар бойы Франция мен Құрама Штаттары ерекше қарым-қатынаста болған. Relationship қарым-қатынас. In 1776, France helped the American colonies gain independence from England. 1776 жылы Франция американдық колонияларға independence, тәуелсіздігін алуға, Англиядан тәуелсіздігін алуға көмектескен. Independence тәуелсіздік. Dependence тәуелділік. Depend тәуелді болу. Бұның барлығы түбірлес сөздер. Ары қарай, the French wanted to do something special for the US centennial, its 100th birthday. Инфинитив туралы толық бөлгіңіз келсе, видеоны сілтеме бойынша көрсеңіз болады. Wanted to do something. Француздықтар Америка Құрама Штатының 100 жылдығына орай centennial 100 жылдық. Cent сөзі латын сөзінен шыққан 100 деген мағына береді. 100-ші туған күніне ерекше бір сыйлық жасағысы келді. To do something, ерекше нәрсе. Laboulaye was a well-known Frenchman who admired the United States. Laboulaye ол француз адамның аты. Well-known, танымал. Frenchman, француз. Admire, тамсану. Laboulaye Құрама Штаттарын ұнататын, немесе Құрама Штаттармен тамсанатын француз, танымал француз. One night at a dinner in his house, Laboulaye talked about the idea of gift. Бір кеште, кешкі аста, өзінің үйінде Laboulaye өзінің сыйлық жайындағы идеясы туралы айтты. Among Laboulaye's guests was the French sculptor Frédéric Auguste Bartholdi. Оның қонақтарының бірі француздық мүсінші Фредерик Auguste Bartholdi болған. Guest қонақ. Bartholdi thought of a statue of liberty. Thought, think сөзінің екінші формасы. Өткен шақтағы формасы. Bartholdi азаттық мүсіні туралы ойлады. Яғни сондай идея келді. He offered to design the statue. Offer ұсыну. Design жобасын жасау. Яғни ол мүсіннің жобасын жасауды ұсынды. Ары қарай. Many people contributed in some way. Contribute жәрдемдесу. Көпшілік адам жәрдемдесті. In some way, яғни қолынан келгенше әртүрлі жолдармен көмектесті. The French people gave money for the statue. Француздар мүсін үшін мүсінге ақша жинады. Americans designed and built the pedestal for the statue to stand on. Американдықтар тұғырын жобалады және тұғырын салды. For the statue to stand on. Мүсінді орналастыру үшін. The American people raised money to pay for the pedestal. Американдықтар raise етістігі ол қайырымдылыққа ақша жинау мағынасын береді. Raised money, яғни пьедесталды құруға ақша жинады. The French engineer Alexander Eiffel, who was famous for his Eiffel Tower in Paris, figured out how to make the heavy statue stand. Француз инженері Александр Эйфель мұнарасын салдырған Париждегі figured out, яғни ойлап тапты, немесе анықтады. Figured out how to make the heavy statue stand. Осындай ауыр мүсінді пьедесталға орнатудың жолдарын ойластырды. Ары қарай кеттік, соңғы абзац.
In the years after the statue was put up, many immigrants came to the United States through New York. In the years after the statue was put up. Put up, жаңа айтылды, бұл фразалық етістік. Яғни мүсін орнатылғаннан кейін, бірнеше жыл өткен соң, көптеген иммигранттар ақш-қа Нью-Йорк арқылы келді. Through арқылы. As they entered New York Harbor, they saw the Statue of Liberty holding up her torch. Enter, келу, кіру, яғни Нью-Йорк айлағына келе салысымен, as they. Олар азаттық мүсінін көрді. Holding up her torch, алауды жоғары ұстаған. She symbolized a welcome to a land of freedom. Land of freedom, бостандық жері. Ол бостандық жеріне қарсы алудың белгісі, қарсы алудың нышаны. Мәтінді тағы бір қарап шығайық. Бірінші абзацта мүсін туралы сипаттамалар көрсетілді. Екінші абзацта тарихына көз жүгіртілді. 1886 жылы салынған болса, биыл 135 жыл толады. Ал Америка Құрама Штатының тәуелсіздік алғанына 245 жыл толады биыл. Мұнда 1100 жылдығына беріліп отыр, бірақ 1876 жылы емес, 1886 жылы берілді, 1886 жылы салынды. Себебі жаңағындай қаржылай қиындықтар болған үшін 10 жылға кешіктірілді оның ашылуы. Бұл мүсін туралы қызық бір фактілер бар. Қазіргі таңда біз көріп тұрғандай оның түсі көгілдір болмаған. Кезінде қоңыр түстес болған. Оның құрамындағы металл мыс болғандықтан мыстың көк түске айналу қасиеті бар. Солай қазіргі түске енген. Және мүсінші Бартольди бұл мүсінді Египетке де орнатпақшы болған, бірақ Египет басшысы ол уақытта қаржылай жағынан қиындық туады деп орнатуға қарсы болған. Бүгінгі мәтін және аударма сіздерге ұнады деп үміттенемін. Егер ұнаса міндетті түрде лайк басыңыздар, каналға тіркелмесеңіздер тіркеліңіздер, және видеоның төменгі жағында қоңырауша бар, сол қоңыраушаны басып қойсаңыздар, жаңа видеоны жібере алмайтын боласыздар. Сіздермен болған мен Сүмбіле, келесі кездескенше, бай!